Ақша қолдың кірі дейді. Олай кім айтады білесіздер ме? Ақшасы бар адамдар айтады. Дәл қазір мен де тура солай айта аламын. Өйткені ақша мені басқа адам қылып жіберді. Мүлдем басқа адам. Мен қазір полиция қызметкерімін. Кәдімгі құқық сақшысы. Олай болады деп үш ұйықтасам да түсіме кірмепті. Енді менде ақша бар. Ақшамен бірге еркіндік пен билік те келді. Бұйырса мына жердің түбінен кетуге сәл қалды. Бірақ қимайды екенсің. Өйткені бұл жерде мені құрметтейді, сыйлайды. Кім білет, мүмкін сүйіп те қалар. Әлде ешқайда кетпей қойын ба? Мүмкін осы жердің түбі менің жүрегімнің түбінен орын алар. Бұлай жақсы жер сияқты. Негізі. Ешкі бөлше кіріп кетті. Есік ашып тұр. Жоқ. Эмоцияға берілмеу керек. Сөйлесуге уақыт жоқ, негізінде көңіл тоқ. Жаңа әндерді жазам деп бүгін тағы отырдық. Не жиналыс? Құрметті әріптестер, Астанадан майор Мұрзаға қатысты құжаттар келді. Талғат Асқарұлы майор емес. Бүгіннен бастап ол подполковник. Рахмет, подполковник. Не, қалай? Күшті. Давайте, все, жұмысқа орындар, жұмыс істейіңдер. Не болды? Асқарұлы, өткенде бөлімшеде мектеп оқушыларына экскурсия жайлы айтқан болатын, есіңізде қояды? Жоқ. Рұқсат бергенсіз, сол оқушылар бүгін мұғалімдермен келеді, бөлімшеде полиция жұмысымен танысады. Сен терлеп тұрсың ғой. Әлде сол мұғалімді терлетіп атсың? Жоқ, жиын қарындасың ғой. Да? Не, жалпы қалайсың, денсаулық қалай, бәрі жақсы ма? Шүкір, бәрі жақсы. Сосын мектепте ашық сабақ өткіземін дегенсіз. Сен бәрі есіңде ғой дейін, походу. Екінші атым аудиозапис. Да? Жақсы. Мақұлында, не ғой, Жұмаханов? Тоқтарханов. Ау, Тоқтарханов. Тоқтарханов. Жақсы, ашық сабақ өткіземіз. Содан кейін, білмейсің, жақын маңайда қай жерде ақша айырбастайтын жер бар екен, а? 190-75-те. Сол жерде банк бар, сол жерде айырбастайды ғой. Да? Молодец. Босысың ғой? Кете берейін. Қанша? Айтмұқаш? Мажидца ол. Фамилиясы қалай? Фамилиясы Қабдиянова ма? Сәуле? Дәл өзі. Да ты что? Старста, тышқандарды мықтапста. Қалайсың? Гүлжан, сен ба? Мен. Қалайсың? Ентіден кейін жолыққан жоқпыз, я? Группада барсыңдар, я? Оқисыңдар, жазбайсыңдар ештеңе. Бишара Бикош қана үйтана бір ятсыз стикерларды жібереді. Сен не істеп отырсың мұнда? Өзім де түсінбей қалдым. Ойымдама, қазір бәрін шешеміз. Айтмұқаш, ашасың ғой? Мені кластасың. Таңертеңнен бері 5 әйел арыз жазды. Басшылыққа өзін жауап бересің. Я жауап берем, болды, ашы.
бес әйел арыз жазатындай не істеп қойдың соншама? Ой, білмеймін ғой, өздері бір менің бақыт әйел деген курсымды сатып алды да, еще маған ақшамды қайтар деп, как будто мен соларды қинағандай ше. Сен анау Раушан коуч деген емессің ба? Мен ғой сол жаным-ау. Давай, кір. Гүлжан, Шығарма, давай. Сен оңбаған адамсың ғой сен, а? Сол курсты мен кредитқа сатып алдым, қораға кірдім. Бақытты боласың дегенім. Қайда сенің не бай, не құдай алмайды? Не деген өтірікшісің сен? енді Гүлжан маған айтсаң, мен саған скидка жасайтын едім ғой. Аферистка, керек емес маған ешқандай да курсын, өзім-ақ бақытты боламын ба? Гүлжан, шығарма, осы жерде отырсын до конца. Гүлжан, аш. Мектеп кезінен осындай екенін білетінмін. Гүлжан, мен пакетін алшы, бақытты боласың. Ой, Гүлжан, сенсіз-ақ бақытты боламын. Ұқтың ба? Бақытты мужик деген пакет жоқ па сенде? Ал, кер. Далбасты. Сен не жетісіп отырсың? Жай отыр. Жай отырма, жұмыс жасап отыр. Істеп отырмын. Неге недовольны болып отырасыңдар осы вечно? А давай қаламқас. Плотно бір қыздарша демалақшы бүгін. Қазір салонға барамыз, күштіленеміз. А кешке ана майордың вечеріне барамыз. Құлпыр, красотка болып былайна. Ақша жоқ менде. Бар менде ақша. Бар, уайымдама, кеттік, давай. Уақыт жоқ, давай, кеттік. Істіресеңіз онда. Опа. Пенсия алатын күн ба не бүгін? Халқым жұртым, кешірім сұрайым сіздерден. Кезектен тыс өтіп кетсем, өте бір маңызды операцияда жүрім. Не? Операцияның аты жаңа звание жоқ ма? Гүлжан құпияларды ашып қойды. Жалпы негізі, сіз үнемі осылай бизнес тренер жүресіз бе? Или анда-санда бір күлетін кездеріңіз бола ма жалпы бұлай? базар жоқ. Қалай? Жүгірмейміз, балдар. Балдар, қош келдіңдер. Бұл полиция бөлімшесі. Біз бұл жерде қылмыспен күресеміз. Ал мына сол жақтарындағы қылмыскерлерді уақытша қамау изоляторы. Сіз білесің ғой, өткенде папаны осы жерде алып кеттіңдер, кешір жаңа. Былай жүрші. Бұқар. Әжен мен моншаға апарып келейін шақырып жатыр. Сен балаларға не бола тұршы? Мен мыналар дейсің ба, мида ашытады ғой. Енді мына жерді көрсет, таныстыр. Әжен сен апармайтын шығарсың моншаға. Жарайды, бірақ тез келе. Жарайды. Балалар. Бұқар санатылын тыңдаймыз. Мен қазір сәлден соң келем, бір жерге барып келемін. Жарай ма? Жарайды. Жақсы. Так, қызық жерге апарамайсыңдар. Так, айт бұқаш, веждоктың кірдіңбіз? Балдар, бұл заттай дәлелдемелер сақталатын қойма. Бұл жерде заттарды қолмен ұстауға болмайды. Просто қараймыз, кетеміз, жарай ма? Абайлар, бері қарай жүріңдер. Балдар, жаңа ғана айттым ғой мен. Бұл садақ өте қауіпті. Қолмен ұстауға болмайды. Мынау садақ емес, арбалет қой. Бұқар, что там, кешке нешесіз? Ой, балдар, Жүрет түсінбейді ғой. өздері нешесіңдер, не алып отырсыңдар, соны алай берсіңдер, мен өзім сосын көтем басын. Бол, давай. Сосын, балаларды сен кабинеттен қоя тұрайшы. Қарайтын зат қалмады, бәрін қарап шықты. Барысы бірақ заттарға амай болшы. Ұстаманым. Қолын ұстамаймыз дедік қой, балалар. Қарап болдыңдар ма бәрін? Кет, жүріңдер онда. Шығамыз, кәне. Әйтеуір аналардан құтылдық қой.
басты ауыртып жіберді. Ақша дайында, не? Сал! Бар осы. Тек қана осы бар? Инкассация болған қалғанын алып кетті. Сал, кез. Тағы бар ма? Конкретно? Тихо. Бұрылма. Жүр бер. Қол түсір. Енді жаймен бұрылмағың керек. Қылый. Мен ғой бұлбұр. Тихо. Ақшаларды алып кетуге келдім, білем. Шығарың келсе, мені тыңдайсың, түсіндің ғой? Мұғалімдерің келем дегенше... Мұғалімдерің келем дегенше, мына сурет сала тұрамыз, Нағаның суретін сала тұрамыз. Оян суретін сал жүрмеңдер, Жақсы, сал. Давай, бұл тесін алып, жүктер алыңдар. Кіріп, кене беріңді алыңдар, қару жинақтар алып, тез. Я, не болды, учене басалып кетті мені? Қайда учене? Жер 97-тесек банк тонап жатыр. Бар, пішен байғайшы, бұл тез. Я, ол уже банкте ақша айырбастырып жатыр. Серьезно ма не? Иә. Не ақ тұрысы болсайшы тез. Бұл тез. Мен автоматым айтамын. Тез. Бол. Я, мен қылғай анау. Сен осында қал. Я, балаларға қарап қалай. Я, оғылыңдар ма? Я, тоқтаңдар, мен де барам. Қайда кетіп барады, сізде қалсайшы осында? Күніге тонау болып жатқан жоқ қой. Қазір аяғым оқ дейсе, пенсияға жібереді. Жақсы емес па? Қайда асықпаңдар? Сен қалшы қал, бөлімшені қара. Оқушыларға қарай салды. Жатыңдар, көтерме басыңды. Қылы, не понял. Сен мені сдавать етейін деп жатсың ба? Тихо, нормально бар, қазір шешеміз. Сәлем, балалар. Сәлеметсіз бе? Настроенияларың жоқ қой, не болып қалды? Ішіміз пысып кетті. Біз мына жақта сурет салып отырғанда, ана жақта саттар қоймасында Мира мен Айсұлтан қыдырып жүр. Қайда? Саттар қоймасында. Кіріңдер. Ол жер өте қауіпті екен, сендер білесіңдер ма? Болмайды ғой ол жерге. Ағай, біз ешқандай кінәміз жоқ. Бізді сонда ұмытып кетті. Я ғой Айсұлтан? Иә, қамалып қалдық. Жарайды, ештеңе етпейді. Ең бастысы бәрі аман есен. Енді осында отырасыңдар, ешқайда шықпайсыңдар, қозғалмайсыңдар, хорошо? Мен қазір келем. Бәріңді тексерем. Қараңдар, менде не бар. Айттым ғой, алмай-ақ қойық. Снайпер, аузыңды шапш. Әкеш бе? Мен атып. Банк толықтай қоршауда. Тихо, жігіттер атпаймыз. Жігіттер, короче, іште тұтқындар бар. Ашты маған айтқан істеңдер. Маған вертолет 2 миллион керек. Қайда бір вертолет боласы ма? Нормальный нәрсе сұрасайшы. Еще кальян заказ берейік па саған? Онда бір машина 1 миллион теңге керек. Табылатын шығар. Біз террористермен келісім сөз жүргізбейміз. Айтқын қаш, қуыттың кіші айтқан істесейші. Енді кинодағыдай уақытсыз іштеген бұл. Сенде де 1 сағат уақыт қалды. Тихо, жігіттер. Кеш маған. Жынды берші. Тез отырыңдар. Кім істеді? Оқты қайдан алдыңдар сендер? Кім деймін? Вещдоктағы арбалет ұрлап кеттіңдер ма не? Жоқ, біз Айсұлтан екеуміз жай қызығып алдық. Қызығып? Енді қайда арбалет? Қайда? Темір тордағы апай бізден сұрап алды.
қарындас, арбалетті қайтарыңыз, тез. Мені босат, сосын қайтарам. Бұл өтініш емес, бұл бұйрық. Керек болса, кірде ал. Қайда арбалет? Әкел күшті! Мен полициямын. Ал мен әкімнің баласымын. Бер дейм, қайтар тез. Аш дейм мен саған. Түре қайда кетіп қалдыңдар? Барлық талаптарың орындалып, шыға берсеңдер болады. Яқшы, лақтырма шыны. Тупой, ішіне салсайшы. Өзің лақтыр деген жоқсың бе? Шығыңдар, тезірек. Тез. Пенсия түскен ба? Шетке қарай тұрыңдар. Шетке қарай шығыңдар. Тезірек. Оружие на пол. Мен талып кетем. Мен талып кетем. Жұмыс. Алды. Жүр, менің барасың. Кет. Батыр. Былай келіспеді. Нормально. Бәрі жақсы болды. Кет. Алло, Гүлжан, босатшы мені тез. Мені басқа кімді болушы еді. Сосын айтам, давай. Арбалет менде деп неге өтірік айтасың сен? Тезірек шығудың амалы ғой. Ренжімеш, не болды? Мойным қынсылап кетті. Ол көп қимылдамағаннан. Кел қытырлат берейін ба? Жоқ, керек емес. Жақсы болып қаласын, кел тұрсай. Керек емес деймін. Ауырмайды, не болды қатын? Не істеп жатырсың сен? Еще. Қапырақсыз. Не істеп жатырсың сен? Не істеп жатырсың, Равшан? Деп ал. Тұрба, қалма, тебіне болып кетті. Жай массаж жасады маған. Пока класстас. Мен от души сөйлесер едім, бірақтан мені поезд күтіп жатыр. Равшан, тоқта, қуасың ба сен? Кілтті алып қойсайшы. Қаламқас болшы. Ашшы тез. Баяғы кино бітті ғой тура мынау. Не бүлдірдің сен? Ештеңе, мен не істедім? Не деген шеберлік мынау, а? Қайдан үйрендің сен? Ой, мен бабам түрмеде жатқан ғой. Отқан. Жай кіріп шыққан. Осы сен полиция кірмей тұрып, немен айналыстың? Тоқтат. Енді есіме түсті. Біз екеуміз 3 жыл бұрын бір жерде... Жай, адамды өлтіресің ол? Аузын чап. Ары қарай өзің кетесің, станция жақын. Кетем. Бірақ мынау қызды өзімен бірге алып кетем. Ешкімді ешқайда алып кетпейсің. Опа! Ұнатасың ба не? Иә, ұнатамын. Жарайды. Ұнаса қала берсін осы жерде. Осы жерден расход жасайық. Жүр шық далаға сөйлесейік. Тоқта, тұр осы жерде. Жақсы ойлап тұрмысың. Мен де солай ойлап тұрмын. Сенің форманы шешіп алып, сен сияқты жиын ба? Алатынды алдың ғой, кетсеші енді. Кетем. Мынау форманы ешқашан кимейін. Западло. Қайда кет? Қозғалма. Қажет.
бәрін аман мына жасын сөз салса қарай жүр жарай ма қазір бар абай ешеге шак саған жасаған жақсылығым десін көзімді тықпай жатыр кет бар Арбалетті өздеріңіз деп табыңдаршы, мен балдарды қайтарам болды. Балдар, экскурсия бітті. Ағайға рахмет айтыңдар, қайтамыз. Рахметтерің рахметті. Бас. Жүріңдер. Жап сумкаң. Дейші. Арбалет жайлы пішенбай дым білмеу керек, түсін бе? Қалай дым білмеу керек? Қалай болса солай. Аузыңа егі болмасаң, Раушан қауышты босатып жүрген сен деп айтам бүкіл қатындарға. Сосын жұлып жейді сен, түсіндің ба? Түсіндім. Жаңа подполковник құтты болсын! Ура! Ура! Егер бір адамның жаман екенін біле тұра ұнатып қалсаң не болады? Рахмет, мен қазір, Значит, ол сенің адамың емес. Кеуіп бара деріндерің ерінбедім сенің жүзіңді бір көруге сөйлеудемін бірақ дайынсың сен беруге өз-өзіңмен бірге сезімдеріңді гүл тоған бақта мен сені ғана ұнатқам жүрегің аппақ мен түсетін қапқан күлгің тарап барады шар тарапқа күлгің тарап барады шар тарапқа Айгерім күлгің тарап барады Кеш жарық. сен үнсіз бе? Негізі Рахмет сізге. Бүгін сіз мені құтқардыңыз. Сізге бір нәрсе айтайын дегем. Анда машинада мен бәрін естідім. не естідің? Сіз ана бандитке мені ұнатам дедіңіз. Ол рас па? Рас. Тағы да бірдеңе естіген жоқсыз ба? мен түсетін қапқан күлгің тарап барады шар Кешір. Айгерім. Түрмеде отырғанымда Абайдың мына сөзін оққанмын. Әлемді өзгерткің келсе, өзіңнен баста. Капитансыз ба? Иә, Мыңбұлақ аудан полиция капитаны Азиза Бекзат деген. Яқ білесіз ма онаққа келгенде? Майор Жұбанаев. Салғыз істейм. Көріпсің ба, қандай краш екенімді? Тоқта! Сен бар ғой маған бірден ұнамадың. Бір түрлі менсің. Аңқылдай қалар, қарамайдылар бар жаққа. Ауылым жайлы, бауырым. Не тоқтап қалдың, жалғастырсайшы.
Жақсы адамдарым, кем еместіңдер патшадан бәрің, жақсы адамдарым, Мощный. кем еместіңдер патшадан бәрің. Ауылға барам, бәрі де туа сел жақта. Айсұлтан қайда кетті? Ата әжесіне. Әйгерім. Кешегі туралы сөйлесейікші. Сөйлеспей қойықшы. Меніңше кешегіні ұмытуымыз керек. Сен Гүлжанмен кездесіп жүрсің, араларыңа түскім келмейді. Әйгерім, біздің Гүлжан екеуміздің арамызда бар ештеңе жоқ. Надо будет, бүгін-ақ араласпай кетемін. Отвечаю. Сәлем, қалайсыңдар? Әйгерім, Ержанға обедке манты жасап берші. Жақсы. Мынау саған? Давай екеумізге бір серьезно сөйлесу керек еді. Талғат, сен не жайлы сөйлесейін деп едің? Не жайлы болғанда сол. Екеумізге қатысты әңгіме ғой. Бір оңаша жерде сөйлессек. Сен бар айтаршы, мен қазір артынан барам. Е? Хорошо. Кабинетте күтемін. Бесқоңыр полиция сындап тұр. Жоқ, Катя деген тұрмайды. Номермен шатастыңыз. Айт Мұқаш, сен өмір бақи осында отырмақшысың ба? Өмір бақи отырмай. Сағат 6-та үйге қайтам ғой. Саған дұрыс әңгіме айтып тұрсам, неме жырқылдап күліп тұрсың, а? Эй, лейтенанттан капитан болатын уақыт болды ғой саған? Енді өздері ғой өсірмей жатқан. Енді ол үшін белсенді болу керек. Жақсы жұмыс жасау керек. Ана Пішенбайға бүкіл арызды жеткізіп отыру керек. Сонда капитан боласың. Давай, бар. Давай. Болды, сіз уайымдамаңыз, мен бәрін жазып алдым. Өзім хабарласам. Бара берсеңіз болады. Жақсы болады. Ай, мойның үзіледі, не болды? Жоқ, ештеңе жұмыстармен келген. Түріңе не болған? Не болған тұр? Бірінші кетіпті ғой, Қойш. Я, прям 10 жасқа қартайып кеткен сияқтысың. Қойш, айтпашы. Саған демалу керек қой. Қалай демалсын, жұмыс қой. Жұмыс деп өлесің ба? Айтпақшы, ана Пішенбайдың настроениесі бүгін барып сұрансаң, сені точно жібереді. Не? Я, мүмкіндікті жіберіп алмасайыншы. Ой, мен сенің орында болсам тура кететін едім де масқа. Жоқ. Аха. Рұқсат па? Кір. Ас қос. Рахмет, что-то жұмақым. Айта бер. Подполковник мырза, бүгін демалыс алсам бола ма? Ал. Рас па? Рас емес. Өзіңде сенбей тұрсың ғой, Жұмаханов. Қайдағы демалыс? Жұмыс деген бастан асады. Анау, Айтмұқаш келіп айтып кетті. Қайырымдылық жәшігін ұрлап кеткен ба? Я адамдар не болып кеткен, ей? Сонымен барып ойнасыз. Хорошо? Сюда давай, бос. Гүлжан шақыршы маған. Болады. Давай. Гүлжан тәте, тойға барайын деп жатсыз ба? Қайдағы той мына жақта мен тастайын деп жатқанда. Кім? Талғат Асқарұлы ма? Көрсете мен оған қазір. Кімді жоғалтайын деп жатқанын. Әкелші мен туфлиімді. Бош. Оның сіз тастайтынын қайдан білдіңіз? Оңашаға сөйлесуге шақырды. Ол дегенің мен сені тастайым деген сөз. Не істейсіз? Білмеймін, басым қатып кетті қалымқасы. Жібердім ана Айтмұқаш пен Жұмахановты уақытты созу үшін. Гүлжан, сен Пішенбай шақырып жатыр. Сен неге өтірік айтасың? Оның көңілі вообще жоқ қой. Мүмкін үйленейік, бірге тұрайық деп айтайын деп жатқан шығар. Я ана Раушан коуч айтпақшы.
бірінші бірге тұрады, сосын гражданский брак. Қалжыңдайын. Қалжың ба? Кірсе бола ма? Ау, Гүлжан, сен ба? Кір, отыр. Рахмет. В общем, саған бір айтатын мәселе болып тұр. Әлгі... Айтатыныңды айта берші, созбай. Мен бүгін еш нәрсеге де таң қалмаймын. Ой, не болып қалды? Өмірдің бір кезеңдері. Тоқташ, бірдеңе болып қалды ма? Не болды? Бір ренжітті ме сен? Бауыр етім. Жалғызымнан осындай соққы аламын деп ойламадым. Кім? Ержан туралы айтып тұрсың ба, оған не бар? Ержан мені үйден қуып жіберді, түсінесің бе? Басы қақпайды екен ғой ананың, Талғат, түсінем. Саған шынымды айтсам айтуға да ыңғайсызданып тұрмын. Бірақ та сен мені түсінуің керек. Өтінем, сенікіне барып тұра тұрсам бола ма? Менің үйімде? Жарайды. Сені де түсінем. Ештеңе етпейді. Қазір күн жылы ғой. Паркке барып, орындыққа ұйықтасам да әйтеу бір амалын табармын. Менің етім үйреніп кеткен бұндайға, түсінесің бе? Сонда ол мына әдеті баяғыдан бері бар ма? Иә, баяғыдан бері. Үйді Ержанның атына аударғалы бері Ержанның іші пысса болды, мені үйден қуып шығады. Қатты сылай берме, бетіне әжім түседі. Сосын, Гүлжан, мен саған отвечаю, паркте қатып өлесің, суық кешке негізі. Так что үйге келіп жата бер, ештеңе болмайды. Бір мәнісі болар. Талған. Иә. Ғой, удастық не болды? Удастық? Аха. Сандуғаш 2 аптаға неге отпускаға кетіп қалыпты, енді келгенінен реттеп берем деді. Да? Айтпақшы, сен маған не айтайын деп едің? Мен ба? Не ғой, палау туралы айтайын деген, палауың машина болыпты. Қалайсыңдар? Че там? Жұмыс істеп жатырмыз. Көріп тұрмын жұмыс істеп жатқандарыңды. Не ғой, так, анау қайырымдылық жәшігін ұрлағандар ұсталды ма, іздеп жатсыңдар ма, не болып жатыр? Іздеп жатырмыз. Іздеп жатырмыз. Малды мал адамдар іздеп табу керек. Сондықтан да ол іспен Летеха, Ержан сен айналысасың. Болады. Давай, іске кіріс. Мен неге малмын? Так, сен. Өткен сен туған әпкеңді үйден қуып жібердің ғой. Сен давай осымен айналыс, и соңына дейін жеткіз. Өзім тексерем. Подполковник. Ержан, бәрі жақсы. Бәрі жақсы, мен саған ренжімеймін. Әйгерім? Талғат, мен қазбас емеспін. То есть, мен сені кеше кездесуге шақыруға үлгермей қалдым да? Жоқ, үлгердім ғой. Талғат, біз келістік қой. Бірінші Гүлжанмен сөйлесіп алды. Мен Гүлжанмен сөйлестім. Бәрін нормально. Қалай қабылдады? Өте күшті қабылдады. Гүлжаннан ыңғайсызданып тұрмын. Вообще ыңғайсызданбай қой. Кішкентай бала емес қой, ең бастысы ақ батасын берді. На хабаре. Сондай ма? Гүлжан, не болып жатыр? Түсіндіріңдерші маған. Ештеңе, жүр. Тоқта, қыздарский емес пе? Жүр, кіріс. Ержан, короче, мені Талғат тастап кетпекші болды. Ол мені аясын, маған жаны ашсын деп, сен мені үйден қуып жіберді деп өтірік айттым. Сенің басың істей ма? Неге өйтіп айтасың? Айғайламашы. Енді мен оны жақсы көрем. Түсінесің бе? 30-дан асқанда енді есі дұрыс нормальный жігітті кездестіргенде енді әпкеңді қолдасамшы.
Мен ғой қалыңқас. Уайымдамаңыз, мен ешкімге айтпаймын. Сен не істеп жүрсің? Қаламқас, өтінем, үндемеш, пожалуйста. О, бауырым. Сен енді әпкеңді туалеттен де қуып шығатын болғасың ба? Түсінбедім, лейтенант. Сен немене? Жұмыстан қашып туалетте тығылып қаламын деп тұрсың ба? Бар жұмысте, бегом! Алло, қарындас. Короче, бүгінге 2 орынға бронь жасап қойыңызшы. Менің атыма. Қанат Нұртас. Туған ағасы. Все, жақсы, рахмет. Жұлдарлай фототты көр. Шенғаң кетіп қапты. Сәлем, майор мырза. Тағы да сен бе? Жағдайың жаман емес. Не болды? Не керек саған? Ештеңе? Есік ашық тұр екен. Заттарым дайын. Соны көшіру керек. Көмегің керек маған. Сен уже дайынсың ба сонда? Иә. Бұл жерде бір-екі шаруаларым бар, соны бітірейін и саған хабарласам. Хорошо? Жақсы. Күтем. Қайырымды жәшігін мына жерден алып кеткен. Камера әне тұр. Видеосы флешкада четко түсірілген. Сосын ішінде кірге болмайды деген көп бар. Соны ашып беріп қоясың ғой. Қайда жүрсіңдер жақсыларым? Опа, құжаттарыңыз бола ма? Қайдағы құжат, командир? Кәдімгі құжат. Давай, шығар, тез шығар. Причин остановки. Так, тихо. Мұнаң бәріне ақшаны қайдан алдыңдар сендер? Адал маңдай термен тапқан ақшам? Түсінікті. Бөлісеміз ғой. Қайдағы бөліскен шығарма анауыңды. Мұнаң бәрін қазір айғақ ретінде алып кетем. Жайма. Мен жүр. Бөлімше. Жайма. Давай. Түсінбедім. Подполковник мырза, міне күдікті, міне айғақтар, камерадағы видеоларды қарап шығам, қайырымдылық жәшігін ұрлаған осы, мен сенімдімін. Не сандырақтап тұрғанын түсінбедім Басеке. Қайырымдылық жәшігін мүмкін ұрлаған сен шығарсың. Опа, ондай бар ма еді? Алдында өзі қымыз ұрлап, біреуге іле салған. Мен туралы неге өйтіп ойлайсыз? Өйткені сен туған әпкеңді үйден қуып жібергенсің, не ойлауың керек басқа? Саған адамдар не болып бара жатыр, Құдай сақтасын. Мына кісі тума талант, көшенің әншісі. Көшеде жүрекпен ән айтып отқан жерінде мен бұған 10 000 теңге тастап кеттім. Имеет право! Саған жүрек туралы айтудың өзі артық сияқты. Так, талантты бауырым, боссың, бара берші. Кешке дейін уақытың аз қалды, орын тап. Басеке, бүгінгі несімен ала кетсем? Так, конечно. Сау болып тұрыңыздар. Гүлжан, кеттік. Айтсай бір нәрсе де. Ей! Капитан мырза, маған компьютеріңіз керек болып тұр, өзімдікі істемей жатыр. Камерадан видеоларды қарау керек. Көріп тұрсың ғой, бос емес жұмыс істеп жатыр. Капитан мырза, бұл шұғыл шаруа, маған тез арада қылмыскерді табу керек. Бірден солай айтпайсың ба? Солай айтсайшы. Енді вообще бермеймін, құры бар. Жұмыс істе бар. Жап есікті. Талғат, мен жуынатын заттарымды ваннаға қоя берсем бола ма? Қоя бер. Әкел, мен үтіктеп берейін. Үтіктеймін өзім. Не болды сенші? Менің қолымды қайтармасаңшы, сен де маған талай рет көмектессің ғой. Тым болмаса үйді жинайын, а? Шалбарды тікіп бере сал. Істі жүрейін. Жақсы.
болса. Қалайсың? Не істеп жүрсің? Енді звондасам телефон алмайсың. Енді жақыныңда жүрген соң кіріп шығайын деп. Кіріп шығайын дегенде не ғой, үй қазір кішкене бардак болып отыр, жиналмаған. Как-то неудобно. Әйтпесе, без проблем, білесің ғой. Талғат, сен түсінесің ғой, біздің қала кішкентай. Екеумізді біреу кафеде көріп қалса, ертең неше түрлі пыш-пыш деген әңгімелер, өсектер шығады дегендей. Мүмкін екеуміз жай ғана үйде кешкі ас ішсек. Сен өте әдемі идея. Все онда, кешке дейін, да? Иә. Давай. Анау Гүлжан ба? Жоқ. Иә, Гүлжан екен. Сен бәрі бітті дедің ғой. Жоқ, тоқта, бәрі біткенде былай ғой, Әйгерім. Короче, Гүлжан, Ержан екеуі ұрысып қалғанда, конфликт болып, Гүлжанды Ержан үйінен шығарып жіберген. Талғат, сен өтірік соққанда кішкене келістіріп тұрып соқсаншы. Жоқ, мен... Әйгерім? Әйгерім? Қалайсың? Жақсы. Не істеп жүрсің? Жай жұмыстармен. Бүгін кино көрмедік па? Мен қазір үйде жалғызбын. Үйдегілер қайда? Ұзақ әңгіме. Ержан, сен шынымен де Гүлжанды үйден қуып шықтың ба? Йо, бұл әңгіме саған да жеткен ба? Арамызда ғана қалсыншы. Мен үйден ешкімді қуған жоқпын. Бұл Гүлжанның ойлап тапқаны. Пішенбай тастап кетпесін деп, Ержан мені үйден қуып шықты деп бәріне өтірік айтты. И почему-то мен крайне бола қалдым. Көреміз ба бүгін киноны? Жоқ, Ержан. Сен Гүлжанмен шаруаңды шеш, жақсы ма? Алло, Гүлжан? Құрметті әріптестер, сендерді не үшін жинадым? Себебі Гүлжанның айтары бар. Иә, әріптестер, менің сіздерге айтарым бар. Ержан мені үйден қуып шыққан жоқ. Мен өзім ғой жеке басының шаруасы үшін ойлап тапқан. Қандай алтын әйелсің? Мам, қанша оңбаған екенін білсен де, ақтап алғың келіп тұр. Көзіме көрмеші. Таза мал екенсіз. Қайдағы мал емес ол. Айт Мұқаш, саған не болды? Қол сыймайтын жерге бас сұғып? Ержан мал екеніне мен кінәлім бе енді? Қойшы Гүлжан. Қайда кеттіңдер, әріптестер, сендер қолдамайсыңдар ма? Керісінше. Айтсайшы бір нәрсе. Енді айттым ғой енді. Қойшы жарайды, уайымдамаш, бәрі жақсы болады. Болды, қойшы, нормально бәрі. Ержан, тым уайымдама. Ана Раушан коуч айтады ғой, соңында бәрібір шындық жеңеді деп. Сен дұрыс жасадың. Нұреке ашулы. Жақын уақытта қылып таппасақ, біз тірідей көметін сияқты. Самса беш. Абайлы, ауыр қожын. Нормально так бұл. Ой, жырық ауыз. Қане? Жолға қара, жолға қара! Саған сенбегенім үшін кешір. Кешірдім, бұл теманы жауып қойып, одан да бұл әлемдегі ең әдемі, ең нәзік, ең сұлу әйел үшін алып қойық. Талғат, мені асықтырмашы өтініш. Мен бірден адамға бауыр басып кете алмаймын. Бұл өмірде сенген адамдар қанша рет жүрегімді жаралады.
бұрынғы күйіңді айтыпсың ба? Иә. Сен мені дұрыс түсін. Түсінемін. Негізі, анау түрін көрген кезде сондай бір өте жақпаған, жиіркенішті, албасты бір өте нашар тұр. Айсұлтанды алып кеткен жігітті айтасың ба? Ол менің ағам. Негізі мықты жігіт. Иә. Бірақ сен мен күйеуімді тура сипаттап бердің. Походу, кухняда бірден күйіп отыр ғой деймін. Пирог! Пирог? Гүл толған бақта мен сені ғана ұнатқам. Жүрегің аппақ, мен сетін қапқан. Күлгін тарап барады шар тарапқа. Күлгін тарап барады шар. Тағы да қашып кетпекшісің ба? А? Не керек саған? Ол сұрақты өзіңе қой. Байғұс әйел-ай. Ол саған тамағы дайындап берді. Ал сен оған не бере аласың? А? Не бере аласың? Оның бұрынғы күйеуінен сенің түк айырмашылығың жоқ. Өйткені сенде ұят жоқ. Мынау менің дәмді пирогым. Талғат, бізде бәрі шешілді. Біз Ержан екеуміз татуластық. Өзім ғой бәрін өтірік айтып жүрмін. Өтінішім бар. Тек Ержанға тиіспей қойшы. Қиындау болар, но көрейік енді тырысып. Рахмет саған. Мүмкін мен осында сенікінде қалармын. Түн батып кетті. Жоқ, жан, сен қайта бер. Ят болады. Жарайды, солай дұрыс болар онда. Кіріңіздер. Міне, палаталарыңыз осы. Міндетті түрде больницада жату керек па? Сотрясение деген сіздерге оншық емес. Осында жатып, емделу керексіздер. Басқа палата бар ма? Мынау қорылдап отыр. Кешіріңіз, басқа палата менде жоқ. Орналаса беріңіздер. You go play